WhatsApp'ta блокнот шығарып аламыз. Ол үшін контактыға кіреміз. Контактыда телефон контактысына кіреміз. Сосын добавить контакт, плюстың суретін басамыз. Содан кейін блокнот деп жазамыз. Блокнот деп. Сосын өзіміздің номерімізді жазамыз. WhatsApp. Так, қазір. Так, өзіміздің WhatsApp номерімізді жазамыз. Сосын сохранить етеміз. Блокнот деп атын жазып қоямыз. И сохранить етеміз. Так, блокнот деген шықты. Енді WhatsAppқа кіреміз. Сосын жерге жазамыз. Любой бір адамға жазамыз. Любой бір адам. Мысалы, біреуге жазамыз. Мысалы, осылай. Өзіміздің жаңағы номерді жазамыз. +7 деп бастай беріңіз. Өзіңіздің WhatsApp-ыңыздың номерін жазасыз. Біреуге жібересіз просто. Сосын соның үстіне басамыз. Сол ішіне кіріп кетеді. Сол кезде сообщение дегенді басам. Ішіне кіріп кетеді. Точка жазам ішіне. Жоқ, міне қапталда шықты мына жерде, сол жақта. Енді оны үстіне басып тұрам. Жоғарыда закрепиттің значогы тұрады, біріншісі міне мынау. Закрепить чат деген. Соны басам. И қапталда закрепиттің значогы шығады. Енді любой бір новый сообщение келеді ғой, біреу сізге жібереді ғой, мысалы. Біреуге жіберейін. Көрдіңіз, жоғарыда тұра береді. Блокнот деген жоғарыда тұра береді. Қалған бәрі новый сообщениялар соның блокноттың астында шыға береді. Енді блокнотқа кіріп өзіңіздің удостоверениені суретін салсаңыз болады. Мысалы да. Сосын әртүрлі рецепттер салсаңыз болады, бір жерде көріп қалған. Блокнот заметка дейді. Анандай нағыз керек заттар деген сияқты. Сосын кварплатының номер счеттарын жазсаңыз болады. Мына жерге жинай бересіз да, бір суретін ұнап қалады, осы жерге жинай бересіз. Как блокнот ретінде қолданасыз. Бұл компьютерде де аша бересіз, осы блокнотты да. И соткада де аша бересіз. Бұл ыңғайлы блокнот. Любой нәрсені осыған сала бересіз. Сурет бір интересный бірдеңе көріп қалдыңыз, осы блокнотты ашып бересіз да. И біреуді суретке түсіресіз, мысалы, өйстіп WhatsApp-қа кіріп. Любой бір сурет саласыз, любой нәрсе не істеуге болады, андай салуға болады ішіне.